Армысыздар, қадірлі көрермен, сіздермен бірге таңғы шай жобасында қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Кітап адамзаттың асыл мұрасы, ал кітапхана білім мен мәдениеттің ордасы. Қазіргі цифрлық дәуірде кітапқа деген қызығушылықты қалай оятамыз? Жастардың кітапқа деген мәдениетін қалыптастыру туралы және бұдан да өзге тақырыптар аясында әңгіме өрбітеміз. Бүгінгі студиямыздың қонағы Жамбыл аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің әдіскері Сүлейменова Гүлбағира Сәдірқызы. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Қайырлы күн, құрметті аудан тұрғындары, көрермендер. Біз алғашқы сұхбатымызды өзіңізден бастасақ, өзіңіз туралы айта кетсеңіз, таныстыра өтсеңіз. Мен Сүлейменова Гүлбағира Сәдірқызы, Ерназар ауылында 1971 жылы 8 мамырда қарапайым қазақ ортасында өмірге келдім. Сол ауылдағы орта мектепті бітірдім. Сосын арман қуып Алматыға оқуға бардым, бірақ сәтсіз болып қайтадан Жамбыл облысына қайтадан келіп, өзімізде ол кезде Жамбыл мәдени ағарту училищесі болатын, сол кітапханашы бөліміне оқуға түстім. Оны бітіргеннен кейін бізде енді кітапхана мамандығы ол кезде сирек жұмысқа алады. Сондықтан жаңағы балалар бақшасында жұмыс жасадым. Одан кейін тұрмысқа шыққаннан кейін осы аудандық кітапханада ең алғаш келіп жұмыс жасадым да, декреттік демалысқа шықтым. Содан сол Бірлесу еңбек ауылына тұрмысқа шыққам. Сол жерде мектепке жұмысқа кірдім. 98 жылы мектеп кітапханашысы болдым. Ол жерде 15 жыл жұмыс жасағаннан кейін Астана қаласына барып, сол жақта да номер 81 Астана English School орталығында дарынды балаларға арналған мектеп. Сол жерде мектеп кітапханашы жұмыс атқардым. Одан осы 2019 жылы қайтадан елге оралып, осы аудан балалар кітапханасы бар. Бізде сол жерге декреттегі демалыстағы отырған кітапханашының орнына жұмысқа келдім да, сосын Бектөбе ауылдық кітапханасында тұрақты түрде жұмыс жасап, ол жақта 4 жылдай жұмыс жасадым. Одан кейін қалаға өтті ғой. Бектөбе ауылы осы қалалар ауысқан кезде бізді осы орталық кітапханаға әдіскер қылып алып қалды мені. 2023-тен бастап осы салада жұмыс жасап жатырмын. Жақсы, рахмет. Енді өзіңізбен таныс болғаннан кейін кітапхананың тыныс тіршілігіне өтсек. Қазіргі таңда кітапхана қандай бағытта жұмыс жасап жатыр? Қазіргі кезде осы Жамбыл ауданының 13 округінің 31 ауылына 22 кітапхана қызмет жасайды. 22 кітапханада бізде 73 қызметкер жұмыс істейді. Оның 37-сі сала қызметкерлері, 36-сы техникалық қызметкерлер. 2025 жылы ауданның кіреберісінде жаңа кітапхана ғимаратына көшіп бардық. Ол жерде орталық кітапхана 2-ші қабатта, 1-ші қабатта балалар және жасөспірімдер кітапханасы орналасқан. Жаңа заманауи жабдықталған, барлық жағдай жасалған сол кітапханада. Осы енді біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылдың 16 мамырында кітап оқитын ұлт қалыптастыру туралы іс-шаралар жарлығы шықты ғой. Осы жарлықты басшылыққа ала отырып, бізде кешенді жоспар жасап отырмыз, осы бағытта жұмыс жасаймыз. Одан бөлек осы уақытқа дейін көптеген осы кітап оқуды дамыту, жастарды кітап оқуға қызығушылығын арттыру, түрлі атаулы күндерге және бізде жобаларымыз бар. Жаңағы республикалық бір ел бір кітап акциясы жыл сайынға биыл жазушы Қабдеш Жұмаділовтің тағдыр кітабын насихаттап отырмыз. Одан бөлек облыстық ел болып оқимыз жобасы. Бұл жерде Жамбыл Жабаевтың 180 жылдығына байланысты Жамбыл Жабаевтың шығармаларын насихаттау барысында жұмыс іс-шаралар жүргізілуде. Сосын жазушымен бір күн жобасы, ол облыстық жоба. Өзі әр айға 12 қаламгердің жаңа шығармаларын насихаттауға бөліп берген әр айға. Сол бойынша 600-ден асық жұмыс жасалды. Оның ішінде 400-ден асық іс-шара Facebook, Instagram парақшасына жарияланды. Біздің өзінің кітапхананың сайты бар. Осы кітапхананың сайтында 46 материал осы жарияланып отыр. Өте жақсы, рахмет. Негізінен көпшілік бұрыннан келе жатқандар кітапхананы тек кітап алатын орын деп қана біледі.
Ал қазіргі таңдағы кітапхананың рөлі қандай? Бүгінгі таңда бізде тек қана кітапхана емес, бізде 15 кітапханада цифрлық ақпараттандырылған орталық жұмыс жасайды. Ол жерде 20-дан астам анықтама беріледі. Одан бөлек бізде жобалар мен клубтармен жұмыс жасайды. Қазір біз енді жаңа кітап, жаңа ғимарат болғаннан кейін, жаңа кітапхана болғаннан кейін бізге көп қоғамдық ұйымдар, іскер әйелдер, өзіміздің жастар орталығы, сосын мынау қазір отбасы қолдау орталығы бар. Барлықтары көлемді іс-шараларын біздің жаңағы кітапханада өткізіп жатыр. Бізде конференция зал бар, 30 адамға арналған, 50 адамға арналған оқу залы бар. Сондықтан бізде енді көлемді іс-шаралар өтіп жатыр. Сондықтан бір мәдени орталық десек болады. Өте жақсы, жаңа айта кеттіңіз, жаңа кітап, жаңа ғимарат деп. Қазіргі кітапханаларыңыздың кітап қоры туралы айта кетсеңіз. Бізде 177 мыңнан аса кітап қоры бар. Бай кітап қорымыз бар, бүкіл 22 кітапхана жүйе бойынша. Оның ішінде 131 мыңнан астамы мемлекеттік тілде. Және де жыл сайын бізге жергілікті бюджеттен 3 миллионнан астам қаржы бөлінеді. Осы жаңа кітап алуға. Осы қазірге дейін біз 800-ден астам жаңа кітап алдық. Толықтырылып отырамыз. Кітабымыз бай. Осы аудандық жаңағы кітапханамыздың өзінде балалар кітапханасын, абонементті оқу залын қосқанда 40 мыңнан астам кітап қоры бар. Қазіргі таңдағы жастардың кітап оқуға деген қызығушылығы туралы не айтар едіңіз? Бұл соңғы жылдары қалай өзгерістер бар ма? Бізде жастар 14 пен 18 және 18 пен 35 жас аралығында балалар өте жастар кітапқа құмар деп толыққанды айта аламыз. Өйткені жастар қазір мотивациялық кітаптарды, психологиялық кітаптарды, детектив, фантастикалық кітаптарды жақсы алады. Қазір жастардың беті бері кітапқа бұрылды десек те болады. Өйткені оны талап етіп отыр қазіргі заманда. Бірінші білімді адам жетістікке жетеді ғой. Кітаптан табады. Түрлі байқауларға барады. Одан бөлек те өздерінің қызығушылығы жаңадан шыққан кітаптарды алу. Осы жастарды кітап оқуға баулу мақсатында қандай жобалар мен іс-шаралар жүзеге асырылып жүрсіздер? Бізде жастарды кітап оқуға баулайтын редикс жобасы дейді. Оқып ағылшынша алсаң бір тренд сияқты ғой. Осындай тақырыпта біз жобамызды алдық. Бұл жерде 4 спикер қатысады. Өздерінің оқып келген кітаптарын қалың оқырманға ұсынады. Сол жерде өздері таңдайды, ойланам деген таңдау жасап, оқырмандар үздік деген кітапты табады. Одан бөлек бізде клубтарымыз бар. Жыр жауһары, ақ қауырсын ауылдық кітапханаларда да бізде 10-ға жуық клуб бар, 2 үйірме бар. Ол қолөнер үйірмелерді. Сосын не деген жоба бар? Кітапхана лидері деген. Біз бұлда 4 турмен өтеді. Жастар орталығынан қатысады. Бір жол біз жастар орталығымен жастарды қамтимыз. Одан кейін мемлекеттік қызметкерлер арасында, оқырмандар арасында 4 тур өткіземіз. Содан лидерді анықтаймыз. Бұл енді интеллектуалдық сайыс. Бұған да қызығушылығы артып отыр оқырмандар. Одан бөлек жас қаламгер, жаңа айтып тұрмын, жыр жауһары, ақ қауырсын, бұлар жаңағы өздерінің өлеңге қалам тартып жүрген жас ақындарымызды баулуға, бұл жерде біз жергілікті қаламгерлерді жаңағы оларға тәлімгер ретінде шақырамыз. Өздерінің оқыған, жазған өлеңдерін ол кісілер талдап, мына жері дұрыс, мына жеріне мынандай жетпейді деген сияқты өздерінің кеңестерін береді. Сондықтан бұл жастарға өте тиімді деп ойлаймыз. Жақсы, рахмет. Қазір бәрімізге аян. Әлеуметтік желілер мен электронды кітаптар қазір кеңінен танылып кетті. Ал бұл өзгерістер сіздердің кітапханадағы жұмыстарыңызға қалай әсер етуде? Бізде кітапханаға кірген кезде біз кітапхана ашылған кезде бізде республикалық форум болды. Осы форумның секция жұмысы бізде өтті, ол ұйымдастырған. Сол кезде бізге Қазақстан ұлттық академиясының директоры Ғазиза Нұрғалиева қатысты, және ұлттық академиялық кітапхананың директоры қатысты, Сейітова. Солар мына сіздердің жаңа ашылған кітапханаларыңыз заманауи цифрландырылған форматтағы кітапханаға сәйкес нақты келеді деп айтқан болатын, баға берген болатын. Неге? Өйткені бізде кірген кезде жаңағы QR-кодпен Абай Құнанбаевтың 45 сөзі тұр.
Одан жоғары екінші қабатқа көтерілгенде көрнекті жазушыларымыздың өмірбаяны жаңағы шығармалары QR код арқылы берілген. Өзіміздің өлкетану әдебиеттеріміз QR кодпен берілген. Бұл электронды жаңа цифрландыру дамыту бізде қолға алынған. Одан бөлек біздің кітапхана сайтымызда өзіміздің осы жергілікті 32 автордың кітабын енгізіп қойғанбыз. Аудио кітап қылып, аудио емес, жаңағыдай электронды кітап қылып енгізіп қойғанбыз. Кез келген жерде QR кодты ашып оқи беруіне мүмкіндік бар. Өте керемет. Заман талабына сай жұмыс жасаудамыз дейсіз ғой. Одан бөлек әлеуметтік желіде біз жаңа жасанды интеллектпен жарнамалап отырамыз. Оған да қызығушылық танытып, ол жерде де осы кітаптың жаңағы сауалдар қойып отырмыз, сауалнамалар жүргіземіз. Әлеуметтік желіде жаңа активно жұмыс жасап отырмыз. Өте жақсы. Ал жас оқырмандар арасында қазіргі таңда ең көп сұранысқа ие автор немесе кітаптар осы туралы айта кетсек. Бізде қазір ең жаңағы автор сұранысқа ие отырған авторларымыз Дулат Исабеков, Санжар Керімбаев, сосын мынау соңғы шығып жатқан Елгезек Ақберен, жаңағы болмаған балалық шақ деген кітабы. Ол жаңағы кімнің Исабековтың Дермене, Қарғын, Сүйекші кітаптары, сосын Төлен Әбдіктің Он қол шығармасы бізде, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы, сосын Ботагөз романы Сәбит Мұқановтың, сосын Ильяс Есенберлиннің кітаптары, осы сұранысқа. Сосын соңғы кезде шығып жүрген авторымыз ауылдан шыққан бизнесмен деген автор Сәуле Досжан. Осы көп қолға келіп жатқан. Сосын әлемдік әдебиеттер бар, Луиза Хейден өмір өзі қолында, Вуйниттің кітабы мүмкін шектеу жоқ деген, өмірде шектеу жоқ деген. Сосын кімнің кітабы? Робинсон Крузо Даниэль Дефоның кітабы, сосын Остиннің кітаптары, жаңағы тәкаппар ғашықтар қолда жүретін кітаптар. Ал өзіңіз осы қазақ және әлем әдебиетінен қандай кітаптарды ұсынар едіңіз? Өзіңіз сүйіп оқитын, және осыны оқу керек дегендей. Енді жасөспірім қыздар, өсіп келе жатқан қыздарға кімнің Махаббат қыз мол жылдар романын ұсынғым келеді, сосын Сайын Мұратбековтың Жабай алманы ұсынғым келеді, сосын Ақбілекті ұсынғым келеді, Жүсіпбек Аймауытовтың осы соңғы оқыған жаңағы Санжар Керімбайдың Бейсен болмыс, нағыз қазақтың болмысын өзіне кәдімгідей тәлім тәрбие алатын. Сосын жаңағы кімді өмірдің аты деген Перизат Мырзахметов, сол қаламгердің кітабын ұсынғым келеді, жастар қазір жақсы оқитын. Рахмет, осы күнге дейінгі жұмыстарыңыздың барлығымен таныстық, өте көз қуантарлық жұмыстар жүргізілген екен. Ал Жамбыл аудандық кітапханасының алдағы жоспарлары қандай? Жастарды қандай жаңа жобалар күтіп отыр? Осы туралы айта кетсек. Қазіргі таңда бізге мынау кітап оқитын ұлт қалыптастыру жарлығы шықты ғой, осы бойынша кітап оқитын ұлт концепциясы жұмыс жасаймыз осы Құдай қаласа. Сосын ұлттық кітап күнін кең көлемде атап өту тапсырылып отыр. Осы бойынша жоспар бойынша жұмыс жасаймыз. Сосын жылдың ең үздік 10 оқырманын анықтау жобасы іске қосылады. Осы бойынша жұмыс жасаймыз. Басқа да кітапхананы дамыту, оқу мәдениетін арттыруға, жастарды кітап оқуға қызығушылығын арттыратын іс-шараларды жоспарлап отырмыз. Рахмет. Енді сұхбатымыздың келесі кезеңіне көшсек, блиц сұрақтар дейміз. Мен сізге сұрақ қоямын, сіз бір ауыз сөзбен жылдам жауап берсеңіз. Бірінші сұрақ: соңғы оқыған кітабыңыз? Санжар Керімбай Бейсен болмыс. Екінші: бір кітаппен ғана аралда қалсаңыз, қандай кітапты таңдар едіңіз? Робинзон Крузо Даниэль Дефо. Сіздің өміріңізге әсер еткен автор? Зейнеп Ахметова. Бір сөзбен кітапхана дегеніміз? Кітапхана бұл қазына, рухани қазына, байлық. Жастарға 3 кеңес? Жастарға ең бірінші білімді дамыту, өзінің күнін мақсатпен жоспарлау, уақытты қадірін білу және еңбекпен адамдықты бойына сіңіру. Мемлекет басшысы айтады ғой,
қандай жұмыс жасағаның маңызды емес, оны қалай жасаған маңызды деп елге пайдасы тисе екен. Өте жақсы, көп рахмет. Құрметті көрермен, бүгінгі әңгімеден түйгеніміз, кітап оқу ешқашан өзінің өзектілігін жоғалтпайды. Бүгінгі қонағымызға келіп, өзінің маңызды мағлұматтармен бөліскеніне алғыс білдіреміз. Әрқашан жұмыстарыңызға табыс, сәттілік тілейміз. Көрермен, сіздер де кітап оқуға әрқашан кітапханаға барып тұрыңыздар. Кітаппен дос болыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.